аяқ асты жобадан шығып қалатын болсам, мен ойлаймын, сабағымды ары қарай күнделікті сабағымды оқып, ары қарай жұмысымды жалғастырып, істелінбеген әлі жұмыстарым көп, негізі жоспар көп негізі. Бірақ оның бәрі бір жобадан шыққаным себебі болмайды. Жобада болсам да, отырсам да істелінетін жұмыстар, бірақ сол нәрсені ары қарай дамытамын ғой. Сабағымды жалғастырамын, көп өшім жұмыстар. Екі қолға бір күрек табу. Иә, көбірек көңіл бөлемін. Егер мектеп ашып, жаңа шықпай жатса, бизнестерім қырға барып, мал бағып, біреудің отын үрлеп байғашар еді. Итек кетем ғой? Бұйыртса, ала қаласа. Жарайды. Я чуть ли с мужем не поссорилась. Егерде сіздерде аяқтарыңыз ауыр, или мен сияқты склонны к полноте, сіздерде осындай дәрі іше аласыздар. Бұның құрамында көп витаминдер бар. Кішкентайдарға да, үлкендерге, аяқ ауырларға да ішуге болады. Экранды жоғарыға қарай көтеріңіздер. Вера, Ая мен Альмираның түрлері ауысып кетсе. Табиғи солысында, пластика олысында. Графиканың түрін қараңыздар, байқаңыздар ғой, пластика мен бетінде. Ақжарқан ара қатынастарыңызда бір шешімге келдіңіздер ма, не болды сонымен? Әрине бұл ауыр сұрақ. Бүгін 100 адам қойған шығар бұл сұрақты. Бүгін бір шешімге келдік деп те, келе алмадық деп те айта алмаймын. Себебі бұның бәрі уақытпен шешілетін нәрсе, және де ер жігіттің шешетін шешімі. Сондықтан қазір YouTube каналына қалайын деп жатырмыз. Сол жерде бәлкім шешіліп қалар. Оның сол YouTube каналынан көріңіздер. Бірақ өзім ештеңе айта алмаймын сіздерге. Жобадан аяғасы шығып қалса, немен айналысасыз? Сәлем, қалайсыздар? Жұма қабыл болсын. Егер де жобадан шығып қалсам аяқ асты, мен қазіргі кезде өзім салонымды ашайын деп жатырмын. Сол салонда отыратын едім. Егер де жобадан аяқ асты шығып кететін болсам, міндетті түрде өзімнің мамандығым бойынша арғы жұмысымды жалғастыратын едім, және докторантураға жазда тапсырам, соған дайындық барысы болатын еді. Неге? Себебі елбасымыз өзі кеше 2019 жыл жастар жылы деп жариялағандықтан, бір мамандықты меңгердіңіз бе, сол мамандықтың шыңына дейін жетіңіз деп жолдау үндеді. Сол себепті мен ойлаймын, барша көрермендерге де айтам, қазірден бастап қыздарыңыздың қандай мамандық иесі болып. Сержан, қайсыз? Ұйқыңыз қанбай қалған сияқты. Сержан, жобадан аяқ астынан шығып қалатын болсаңыз, немен айналысатын? Достар, білесіздер, өлең шығаратын бір қасиетім пайда болды қазір. Енді мына келесі кезең Альмираға келді. Тілі ұзын қыз, қандай сұлусыз, көркің бірдеңе, бірақ тілің ұзын бәрібір. Жетегі де ұзын болсын. Бүгін жұма күні барларыңызға мұбарак болсын. Мен ең бірінші жобадан шығып қалсам, өзімнің жұмысымды жалғастырып, негізі мал шаруашылығымен айналысам. Мал шаруашылығымен, иә? Жұмысыңыз жалғастырғанда қандай жұмыс? Мен өзімнің жұмысым охранада, сол жерде, охранада тағы бір жерге жұмысқа кіремін. Екі жерге. Жобадан шығып кететін жағдайда немен айналысатын болсам, сол өзімнің бизнесімен айналып жүре берем. Болды. Жарнама уақыты. Братишкам байқаған шығыстыр, Мықты екен. Кикбоксер. Дұрыс. Құдай қаласа жаңа қалауғанда ас болсын. Енді жобадан тыс аяқ асты шығып қалған жағдай болатын болса, істейтін жұмысы көп қой негізінде. Мамандық бойынша жұмысқа тұру деген сияқты. Мамандығым эстрада вокал. Мен құдай қалса жобадан бәріміз шығамыз ғой бір күні. Жобадан шыққаннан кейін өзім жұмысыма барамын. Руководитель жетекші проектов по декорации оформлению. Соған қайтадан барамын. Соқты істеймін. Сол жұмысқа және де ивент агентство ашайын деген едім, иншалла. Жобадан аяқ асты шығып кетсем, құрылыспен айналысам. Сол? Құрылыспен? Иә. Өзімізде құрылыс компаниямыз бар, сода жұмыс істеймін. Болашақ сол жақта. Жол саласын.
Үй саласыз? Жоқ, иә, біз үй саламыз, үлкен компаниялар істейміз. Түсіп қалды ма? Көрсетіп жатса да Расстроились сильно? ойды басқа жаққа бөлуге тырыстым, бірақ дейтұрға болмай жатыр да. Себебі көңіл күйді көтеру болмай жатыр енді. Отыра салысымен қалғалай деп. Сержанғашы? Сержант қандай ғой? Гоп-стоп. Мы сидим на районе, гоп-стоп. Нұрсұлтан, жобадан аяқ астынан шығып қалатын болсаң, ары қарай немен айналысасың? Ары қарай өзімнің интернет-магазинін дамытамын мишкамен. Сосын бармен болып істеу мүмкін, болмаса мамандық бойынша істеу мүмкін. Мамандық? Мамандығым колледждегі зауытты инженер, ал универдегі төтенше жағдайлар қызметкері. Бірақ ол жарты жылдан кейін бітеді, дипломды аламын. Ән сабағынан сабақ беру. Ән пәнінен,